Жақсы адам тек өз пайдасын ойламай, өзгеге де жақсылық жасайтын жан. Біз жақсы адам болуды тек сөзбен емес, іспен көрсетуіміз керек. Ата-анамызға құрмет қылу, көршімізге жәрдем беру, жетім мен мұқтажға қол ұшын созу, адал еңбек ету, жаман сөзден, өсек өтіріктен тыйылу. Алла тағала Құранда кімде-кім бір жақсы іс істесе, оған 10 есе сауап беріледі. Жақсы адам көп болса, елде тыныштық, отбасыда береке, жүректе нұр болады. Сондықтан әр қайсымыз өзімізден бастайық. Мен бүгін біреуге қандай жақсылық жасадым деп өз-өзімізге сұрақ қойып жүрейік. Алла тағала баршамызды жақсы, иманды, пайдалы пенделерден қылсын.